ақпараттық порталы дабылдатып тұрып, Абай ауданына қарайтын Тельман елді мекеніне қарасты Спырған ата көшесі, Сыпатаев көшесінің қиылыстарында светофор жоқ деп көтерген болатын. Дәл сол көтерген мәселеміз бойынша қала әкімі дер кезінде шешім қабылдап, Спырған ата көшесі мен Сыпатаев көшесінің қиылысына уақытылы светофор қойған қала әкіміне Мұрат Дүйсенбекұлы Айтенов мырзаға алғысымызды білдіреміз. Және Абай ауданының әкімі Бұқарбай Парманов мырзаға алғысымызды білдіреміз. Мынау Ақкөл шағын аудан тұрғындары, біз бүгін міне Сыпатаев пен Спырған ата көшесі перекресінде тұрмыз. Себебі Спырған ата перекресінде Сыпатаев пен мына қаланың әкімі, жаңағы Абай ауданының әкімі қолдап өшерге біздің шағымызбен, арызбенен светофор орнатып берді. Себебі өшерде мына қиылыста мешіт бар, мешітке адамдар ары өтеді, бері өтеді, инвалидтер өтеді, кешке азанда түсті. Соларды қағып кетіп жатыр, талай адам авария болып жатыр, қайсы болып жатыр. Міне бүгін өшерде көріп тұрсыздар, светофор жанып тұр. Кәдімгідей көк лампочка, қызыл лампочка, сары лампочкамен. Аппараттағы қаланың әкіміне, Абай ауданының әкіміне өте көп рахмет. Міне айналайын, мынау қызымда, журналист қызымда өткенде шөліп келіп, көріп кеткен бәрін тексеріп. Міне нал дейміз енді. Жұмыстарын алға баса берсін, осындай қалаға, адамдарға жәрдемдерін тие берсін. Сізге алғысымыз шексіз, мұратымыз шексіз, де рахмет міне. Осыны қолдап, осыны шектен уақытындарымызға. Өте қуаныштымыз. Біз мынау светофор болғаннан кейін қаланың машиналары светофор қарай өтеді, авария болмайды. Сондай жағдайға келіп отырмыз. Өте сіздерге көп рахметімді айтамыз. Бәріңізді алу. Рахмет сіздерге. Ассалаумағалейкум. Қалалық әкімге, Абай ауданы әкімдерге шексіз алғысымызды айтайын деп жатырмыз. Мына Спырған ата көше білән Сыпатаевның қиылыстарында поворотқа светофор қойып берді. Біз осы светофорны қаншадан бері армандадық. Неше рет мен жаздым, сол әкімшілікке жаздым, ояқа жүгірдім. Осы мәселені көтерген қыздарға рахмет. Мана мәселе көтеріліп, ауылымызда қуанышы болып жатыр. Жақсы жолдар ашық, светофорда адамдар да өтіп жатыр, машиналар да жүріп жатыр. Светофор қойылғанға алғысымыз шексіз. Тельман билері бәріміз жиналып тұрмыз осы жерде. Мен ауыл бейімін Ленин учаскесінде. Мені бүтін халық бәрі қолдап жатыр, рахметін айтып жатыр. Әкімге де, қалалық әкімге де, өзіміздің әкімімізге де бәріге рахметіміз шексіз деп айтып жатыр.